My name is Patrick Glynn. I'm the Boschekol Project Director. My role in this project is to oversee the entire project. This is a 80,000 ton a day processing facility, processing about 30 million tons a year of ore to produce 100,000 tons a year of copper. Right now we're standing at about 1,400 people on site, so we're just coming into the peak period of the construction. During the construction phase, we will erect about 15,000 tons of steel and cast about 100,000 cubic meters of concrete, so a very significant size project. Менің атым Қарлығаш. Мен Қазақмыс компаниясында 1 жылдан астам уақыт жұмыс жасаймын. Мен осы құрылыс бөліміндегі әкімшілік жағынан көмекші болып табыламын. Менің басты қызметімнің бірі біздің бөлімдегі инженерлерге құжат жағынан көмектесу, барлық өткізілетін жиналыстарға хаттама жасау болып табылады. Менің атым Асхат Тілеуберді. Мен инженер құрылысшымын. Осы жобада істегеніме 1 жылдай уақыт болды. Бұл жобада біздер жалпы құрылыс жұмыстарын жүргіземіз. Бетон жұмыстары, металл конструкциялар. Соған күш салысып, бәріміз осы жобаны бітіруге тырысамыз. Our main focus this year is to get our main process plant fully enclosed so that next winter we have indoor working space. We're also putting a lot of effort into the primary crusher facility. There's a significant amount of concrete work that has to be completed there this year. We will complete the main access road to permit transportation of all the heavy equipment and material. And we will make significant progress on our tailings management facility as well. Boschekольский проект – это уже не мечты и не планы на бумаге. Как вы можете видеть позади меня, это уже настоящий проект, который движется к своему завершению. Мы завершаем строительство дробилки карьерной и ведутся работы по строительству инфраструктуры проекта. В связи с стратегической важностью этого проекта, так же как и Актагай, высшее руководство Казахмыса уделяет особое внимание, и мы регулярно мониторим прогресс этих проектов. И чем ближе к завершению к строительству, чем чаще я буду бывать здесь. Меня зовут Гульназ, фамилия моя Адилбекова. Я работаю инспектором по технике безопасности. Мы проводим тренинги касательно любых видов работ. Работа на высоте, работы в траншеях, работы в замкнутых пространствах, огневые работы. На все это у нас имеются соответствующие тренинги, которые проводятся на 3 языках – русский, казахский и турецкий. Біздің жалпы Қазақстанда көптеген басқа мемлекеттен келген жұмысшылар бар. Олармен жұмыс жасағанымызға өте қуаныштымыз. Олардан көп тәжірибе алып, яғни олар бізге үйретіп, біз оларға үйретіп жатқан шамадамыз. Жалпы болашақта біз олармен де жақсы жұмыс жасаймыз деген үміттеміз. The interesting thing about all projects is the people that you meet. We have an international team here, and also we have a lot of nationals, Kazakh people, and this is part of the future of Kazakhstan. So I'm very encouraged by what I see and look forward to the future. Boschekol – это важный стратегический трансформационный проект для нашей компании, поскольку он сыграет решающую роль в изменении имиджа Казахмыса. Этот проект будет оснащен самым современным, по последнему слову техники, оборудованием, абсолютно безопасный. Впервые на постсоветском пространстве за последние несколько десятилетий начинается строительство такого огромного рудника. Негізінен осы проектіге қатысқаныма өте қуаныштымын, себебі бұл біздің Қазақстанның инновациялық индустриалды дамуына өзінің үлкен рөл атқарады деп ойлаймын. Сондықтан бұл проектті жасаған маған ұнайды.